Қалайсың ей бала? Оқуың қалай, жақсы ма? Оқу деген жақсы, проблема жоқ, мама. Алматыда қабылда қалай? Қар жауып тиме, ойбай анау ұлтарағыңды етіңе салып жүр, етіңді жайып жүр, басына киіп жүр. Ертең ауырып қалсаң денсаулығың ешкімге керек емес сенің. Уайымдама, мама. Басыма сен берген құлақшын бар, аяғымда екі ұлтарақ. Сосын сен әкем бар ау, шешем бар ау деп бір хабарласуда қалдың ғой сен вообще. Қызыңа күніне 50 рет звондайсың ғой жоқ дегенде. Маған бір рет звондасаң болады ғой. Оқудан қол босамай жүр, мама. Айтпақшы, Дидат қайда? Дидатқа берші трубканы. Үйде қояды. Дидат, ағам, келіп сөйлесесің ба? Алло. Қалайсың, бауырым? Жақсысың ба? Жақсымын аға. Қашан келесің? Сені сағындым. Мен де сені сағындым. Оқу біткен соң қайтам ғой жаным. Аға, маған келетін кезде автомат пистолет алып келіңізші. Болды, алып келем. Тағы да не алып келейін? Чипсы, мороженое, банан, шоколад, сок. Болды. Інім, ертең барғасын, айтқан заттардың барлығын алып келем. Давай, жарайды. Брат, кеттім мен, автобус келді. Родной, проездға 80 теңге жетпей тұрады, берші.